Петропавлдағы орталық саябақта ашық аспан астында жаттығу құрылғылары орнатылды. Бұл құрылғыларды үлкен кіші жастағылардың барлығына бірдей қолдануға болады. Енді қала тұрғындары кез келген уақытта спортпен шұғылдану үшін орталық көшедегі кешенге бара алады. Уличные спортивные тренажеры устанавливаются по поручению Акима области. Облыс әкімі Ерік Сұлтановтың тапсырмасымен қаламызда жаттығу кешенін ашып жатырмыз. Мақсаты аталмыш құрылғылар орнату арқылы қала тұрғындарын спортпен шұғылдануға үгіттеу. Жаттығу кешені 12 жаттығу құрылғысынан тұрады. Таңның атысына қарамастан бұл жерге жиналғандардың саны көп болды. Денис Половинка спортпен айналысып жүргендердің бірі. Бүгінгі жаттығу уақытын ашық аспан астында өткізуді жөн санапты. Турники нас уже не устраивают. Жаңа жаттығу құралдар арқылы спортпен шұғылданамыз. Сонымен қатар таза ауада демаламыз. Осындай кешен Алакөл жанында да орнатылады деп жатыр. Енді ол жерге де велосипед арқылы баратын боламыз. Да, мне здесь очень нравится, потому что я могу разминаться, современное оборудование. Потому что это хорошая разминка перед танцами, на которую специально не нужно никуда записываться, специально одеваться. Понравилось тем, что проводится в свежем воздухе, что можно заниматься всем вместе, что можно общаться, гулять, при этом заниматься спортом. Очень классно и хорошо тем, что бесплатно. Осындай жаттығу кешені Пёстрый көлі жағалауында да орнатылып жатыр. Келесі жұманың соңында Жеңіс саябағында да аталмыш жаттығу кешені тұрғызылатын болады деп жоспарлануда.